2002 жылдың 1-шілдесінде DHL әуе компаниясының Boeing 757 жүк ұшағы мен Bashkir Airlines әуе компаниясының Tu-154M жолаушылар ұшағы соқтығысқа ұшырайды. Апат салдарынан екі ұшақтың бортындағы 71 адам қайтыс болады. Әуе қозғалысын басқаруды швейцариялық SkyGuide компаниясы жүзеге асырған еді. Сол тағдырлы түнде Цюрихтағы диспетчерлік орталықта түнгі ауысымда тек 2 әуе диспетчері жұмыс істеген. Соқтығысқа аз уақыт қалғанда диспетчерлардың бірі үзіліске кетіп, тек 34 жастағы Питер Нильсон кезекшілікте қалады. Нильсон жүк ұшағы мен жолаушылар кемесінің бір нүктеге бағытталғанын байқағанымен уақыт тым аз еді. Ол дереу Ту-154 ұшағына төмендеу туралы команда береді. Олар диспетчерлік пәрменді алғаннан кейін бірден түсе бастайды. Осы уақытта екі ұшақта да автоматты ескерту жүйесі іске қосылып, жолаушылар лайнерінің биіктікке көтерілуін, ал жүк лайнерінің керісінше төмендеуі туралы дабыл қағылады. Алайда ресейлік ұшқыштар диспетчердің нұсқаулығын орындауға шешім қабылдайды. Сөйтіп екі ұшақ та төменге бағытталып, бір нүктеде қиылысады. Оқиға үшін жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Ешкім қаза болғандардың туыстарынан кешірім сұрамады. Диспетчер болса өз кінәсін мойындаудан бас тартады. Ұшақ апатынан кейін оны жұмыстан шеттетіп, швейцариялық тергеушілер SkyGuide компаниясына қатысты қылмыстық тергеу жүргізе бастайды. Бірақ 2004 жылдың 24 ақпанында әуе апатында отбасынан айырылған Калоев кінәлілердің кешірім сұрап жазалануын күтпей Питер Нильсонды өзі барып өлтіреді.